суретшілер құрметтейді ежелгі өнерді дейді. Құрметтейді ғой енді, бірақ мынандай шығарылмайды дейін ештеңе. Ол үшін ғайыптан бір ақпарат келген, ғайыптан келіп түскен сәулені қабылдап алатындай. Іште атақ құмарлық болмау керек, қатын құмарлық болмау керек. Іштің бәрінде быжы-тыжыға толып келгендіктен кейін сырттан келген сәулені қабылдай алмайсың ғой. Қараңғы әлемге келіп түседі ғой ол. Так. Сонымен қазірлер айғай-ұйғай ойлап тауып тыныштықты бұзғысы келіп тұрады дейді. Олар үшін кез келген өлшем шектеу дейді. Қазіргі сіз современный жастарға барып, бұл дүние бәрі өлшеммен жаралған. Бәрі әр нәрсенің өлшемін білетін болсаң, мөлшерімен, өлшемімен, бәрін өзінің қадіріне қарай қолданатын болсаң, онда проблема шықпайды. Сен онда бір шедевр тудыра аласың. Десең, онда олар сен мен шектеп атсың деп айтады дейді. Жоқ, олай емес дейді. Шектеу мен өлшем сендер шатыстырмаңдар дейді. Как раз таки сен сол өлшемді білмей қалған кезде сен шекте шығып кетесің дағы, сонымен тоңқалаң асасың. Так. Адам болмысының дейді, бұл кісі айтады, бір бөлшегін құрап тұрған мистикалық ышық, яғни адамның ғайыптағы тылсым бір күшке үнемі құмар болып тұратыны, сол жақтан бірдеңе алғысы келіп тұратыны, мұсылмандар Алла деп танитын, басқа да дін иелері өздері ат қойып алды Құдайға, мысалы әркім өзінің шама-шарқысы келгенше. Сол өздерінің Құдай деп танитын ұлы бір құдіретті күшке, орталыққа, центрге бір мистикалық ышық береді дейді. Сонымен бір әсерлессек деген. Не болды? Так, осы адамның көкірегіндегі ғайыпқа, құпияға деген құмарлық, страсть, yani passion, өзінің нормал объектілерінен ауытқып дейді, қайдағы жоқ абсурдтарға қор болып кетіп жатыр дейді. Міне енді қазір абсурдный идеялармен, абсурд, ешқандай мәні жоқ, мағынасы жоқ, адамды ешқандай дір еткізбейтін, адамның ойына бір ғайыптан сәуле салмайтын, не болса соны былшылдап ұра береді дейді кенепке. Енді сен оларға барып сен айтамыз ғой, мысалы, түк түсінбеймін, немене бәлемнен бәрін былшылдап краскың бәрін жаға бергесін десең, өнер дейді. Енді өнер болғанда бұл маған не береді енді? Сен түсінбейсің оны дейді. Сен түсінбейсің. Все болды. Оны арнайы оқиды 5 жыл. Білдің ба, өнер деген танып кеткен қазір. Баяғы заманның орта ғасырдың адамдары сияқты саған бәрін фотографиямен фотолатқан сияқты қылып, түп-түсінікті қылып, обязательно саған сол библейский суреттерді сап беру керек па? Тылсым бұның бәрі дейді. Фактически мынау айтып жатыр, сендер дейді, сен тылсымнан сала алмайсың ғой сен дейді. Неге десе, тылсымның егесі бар ғой дейді, Құдай деген дейді. Сен Құдайды өлтіріп тындың дейді. Мойындамайсың да дейді. Дінді мазақ қылып, кекетіп, мұқатып отырсың дейді. Так, мидың синапстарын оятады дейді художник. Сол мидың синапстарын оятпау керек, біздің іштегі кірді шығарсаң түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса адамзаттың хикмет кеудесі деп, сол жүректің көзін ашатын, жүректің ішіне сәуле салатын бірдеңе болу керек қой негіз бұл. Ал енді Максның жазып көрінді ма, мидың синапстарын оятады деген, осы мақаланың алдындағы 2-3 бетінде оқыған кезде автор соны сынаған болатын тұғын. Адамның ішіндегі болып жатқан сезімдердің бәрін түсіндірген кезде тек психологизммен или биологизммен түсіндіретін ауруға ұшырады бұлар деп айтқан тұғын. Сол кезде сендер түсінбей, ол не, адамды биологизммен түсіндіру деген не, психологизммен түсіндіру деген не деп шулаған тоқсыңдар. Міне, пожалуйста, суретші Эмат деген, мысалға, азамат мидың синапстарын оятады деп жазып жатыр. Уже адамның ішіндегі болып жатқан құбылыстарды тек мидың ішімен түсіндіру, тек мидың синапстарымен түсіндіру. Міндетті түрде биологияға жүгіну, міндетті түрде психология бір терминін алып келу. Соны адам болмысының редукцияға ұшырауы деп айтады. Уже адамды кішірейтіп, мидың ішіндегі синапстердің ішіндегі бір реакциясына деңгейін түсіріп жібереді. Автор сөйтіп сынаған өткенде, сондықтан сіздің көңіліңізге келмесін, мен айтып отқан жоқпын. Бірақ автор өліп қалған, одан кек ала алмайсыз 98 жылы. Фариза, үндемей тыңдай бер, нәләсін әңгімені. Сонымен мистикалық ышық өзінің нормал объектілерінен ауытқып, қайдағы жоқ абсурдтарға қорылып кетіп жатыр дейді. Ол бүкіл күш қуатын түкке тұрмайтын, мағынасыз ойын сауықпен
ырпың жырпынға жұмсап әлек дейді. Мына біздің өнерге бейімі бар, дарынды, талантты адамдардың бәрі өте серьезный нәрселерге, Шәкен Аймановтар сияқты бір шедевр тууруға, бір шедевр мәңгілікке қалатын, бір тұтас бір халықтың ішкі дүниесін лақ еткізетін кинолар көрсету, кинолар түсірудің орнына, болмаса Сұлтан Қожықовтар сияқты бұлар түкке тұрмайтын мағынасыз ойын сауықпен ырпың жырпынға жұмсап әлек дейді. Салған суреттерді далбаса болып кетті дейді. Бұл тағы да қайталап айтам, Қазақстандағы художниктерді айтып отқан жоқ, бұл Швейцарияны айтып отыр, Европаны айтып отыр, 80 жылдарда. Так, адамды терең ойға батыратын ештеңе тудыра алмай бейшара күйге душар болды дейді. Яғни біз ол салған суреттерді көрген кезде өзіміздің пендешілік дүние қоңыздыққа батып қалған үстірт материализммен кетіп баратқанымызды көріп, ұялып қалып, сәл де болса шайқатылып кетіп, біраз сол жердегі алған рухани күштің әсерімен біраз күн болса да бір нағыз интеллектуал адамның бейнесінде жүріп тұруға тырысатындай бізді оятып жіберетін болса, онда другое дело. Так, бірақ олай істей алмайды ғой дейді. Адамды терең ойға батыратын ештеңе тудыра алмай қалды дейді. Ештеңе де жоқ. Не ой тудыра алмаған? Қазіргі адамдар дейді, атеист болса да, болмаса да, дәстүрлі мәдениеті дінге жақын болсын, мейлі алыс болсын, абсолютті болмыстан ажырап жайына кетті дейді. Сондықтан бұл жерде ютубыңыз жақсы дейді, мына жерде асықпай пікір білдіру қиын екен дейді. Тыңдай беріңіз, қайтесіз. Бұл Швейцарияның ғалымы 98 жылы өліп кеткен мұсылманның кәтта ғұламасы. Бұл мынау әбден өзінің Европадағы рационалистерді сынап жатыр, бұл атеистерді. Бұл өзі Рене Геноның шәкірті болған. Сондықтан сіз жүрегіңізге қатты ала бермеңіз. Одан да бұл мақаланың авторы түпкі ойын түйінін қайқалып келе жатыр екен деп соны тыңдап отыра беріңіз. Ойлап қалмаңыз, бұның 26 беттен тұратын мақаласы тек художниктер тек білуге арналған екен деп. Бір шетінде ғана бұл салып өтеді. Сонымен енді үстірт ойлайтын, өтірік діншілдерді сынайтын жеріне келді. Сондықтан художник мырза, сіз алаңдамай қойыңыз. Қазір бұл діннің өзегінде тұрған трансцендентті ілімнің шұғыласына қызықпайтын, дінді құрғақ құлшылық деп қарайтын, намазды Құдайға ілімге жететін құрал емес, өмірдің мұраты деп есептейтін надан діншілдерді тек білейді қазір. Сондықтан сіз, мен ақым кетіп қалды, художниктердің бетіне шапалақпен салып жіберді, художник ретінде бірдеңе айтпасам, мен жаңағы суретшілердің өкілі ретінде бұл эфирге қатысып отқанымның бір тиын құны жоқ деп намыстанбай ақ қойыңыз, сәл шыдаңыз. Енді діншілдерді тек білейді. Так, қазіргі адамдар атеист болса да, атеист болмаса да, дәстүрлі мәдениеті дінге жақын болсын, мейлі алыс болсын, абсолютті болмыстан ажырап жайына кетті дейді. Яғни бізді абсолютті болмысқа қарай, уәджибіл уджудқа қарай, өзгермейтін мәңгілік ақиқатқа қарай жақындататын ілім иелерінің өзі лағып жайына кетіп қалды дейді. Олар бұл әлемде тіршілік атаулыны тура бір өздері жасап алғандай сезінеді дейді. Уже тіршілікті бұлар бір жерден алған сияқты, бұларға бір нығмет ретінде тегін, как лотерейный билет сияқты, бонус сияқты, бинго сияқты берген зат емес. Бір өздері қолдан жасап алған сияқты мәз болып жүр дейді. Өмір жай ғана аяқ астында шаңғып жатқан үйреншікті, күнделікті нәрсе сияқты құнсыз затқа айналды дейді. Так, осыдан-ақ уже Қазақстанда өзіне өзі қол салатын, өзіне өзі қорлайтын, өзінің өмірлерін қорғып жібере беретін адамдардың түбі қайдан шығатынын білуге болады уже. Бізді
тіршіліктің мән мағынасын түсіндіретін, тіршіліктің адам бейнесінде бұл тіршілік сахнасына, өмір сахнасына адам бейнесіне тірі саналы болып келуіміздің өзі ең бірінші мұғжиза. Өлуіміз керек, тірілуіміз керек. Осы саналы тіршілікке жабысып алып, осынан бір нығмет жасап шығаруымыз керек деген ең нөмір бірінші маңызды философияны бізге түсіндіруге тиісті дін иелерінің өзі шатысып кеткеннен кейін тіршіліктің құны қалмайды уже. Соған алып келе жатыр. Өмір жай ғана аяқ астында шаңғып жатқан үйреншікті күнделікті нәрсе сияқты құнсыз затқа айналды. Оның басында принцип пен трансцендентті және имманентті шындық сезімі атымен жоқ дейді. Оның басында принцип жоқ. Принцип деп отқаны ұлы принцип. Яғни ең бірінші принциптерді қою керек. Оны енді Құран қояды, киелі мәтіндер қояды оны. Пайғамбарлар қояды. Трансцендентті және имманентті шындық сезімі атымен жоқ. Не ғайыптан тылсымнан бұлар шақырып тұратын бір ақиқаттың бір тәтті сезімі жоқ, не іштей жақсы мен жаманды айырып тұратын, өткенде айтқан имманентное равновесие ол да жоқ. Киелі мәннен ажыраған өмір шіркінді олар ойланбастан бейсаналы түрде тәкаппарлықпен ойсыз сүріп жүре береді дейді. Уже өмірдің қаншалықты киелі зат екені, Құдай өзінің затынан адамға оны просто так рухты үрлеп кіргізді деген киелі мәтіндер уже мойындалмайды. Адам меңіреу табиғаттан кездейсоқ случайно эволюция барысында сып етіп шығып кетті деген нәрсені қабылдағаннан кейін, ол кездейсоқ ешқандай бір өзінен өзі пайда болғаннан зат болғаннан кейін оны жойып жібергенде ешқандай да оның күнәсі, ауырлығы болмайды. Тіршіліктің кейші жоқ. Өмірдің бүкіл қызығы мен шыжығын кездейсоқтық деп қабылдайды. Пожалуйста, өмірдегі болып отқан оқиғалардың бәрі маған бірдеңе үйреткісі келіп тұр-ау, мынаның астарында бір хикмет жатыр-ау, мынаның астында бір ғибрат жатыр-ау. Осы болған оқиғаның астындағы жатқан ғибратты, хикметті егер мен тауып, түсініп, бойыма сіңіріп алсам, мен бір маңызды адамға айналам деген нәрсе миына кіріп те шықпайды. Бір нәрсеге ойланып, пікір білдіріп әуре болмайды. Алғы сенімді айттым кеше, предубеждение. Алғы сеніммен бірден баға беріп, өн жағымен үкім оқып кете береді. Бұл деген сөз енді алғы сенім, предубеждение. Қазақстан қоғамында өте кең тараған, және әрбір қазақстандық бұдан зарар шегіп атқан нәрсе. Яғни біреу туралы сен өсек таратып жіберетін болсаң, адамдар оны, бұл өсек тыңдама, мынау фейк ақпарат деп сақтанып тұратын қазақтардың саны өте аз. Қазақтарды кітап оқымайтын халыққа айландырып жібергеннен кейін Назарбаев ғылым академиясын жапқаннан кейін, сосын жазушылардың бәрін қайыр шығып, биш қылып, бүкіл мұғалімдердің бәрін сайлауға қатыстырып, бюллетень тастайтын қылып, олардың абыройын жермен жексен қылып жібергеннен кейін, вуздардың бәріне дипломдар сатылатын болғаннан кейін, адамдардың бәрі уже кітап шығарып, адамдардың ағартушылықпен, философиямен айналысатын шамасы жоқ. Содан қазақтар надан болып кеткен. Кез келген нәрсені предубеждениемен, алғы сеніммен қабылдай береді. Яғни кез келген ақпаратты, или болмаса тараған өсекті, сол өсекке ілінген адамның түбін оригиналын тексеруге құлықты емес. Бірден баға береді, ол адасқан, ол бірдеңе, ол кәпір, ол бір бәле, шыр бәле, ол кезінде үйткен, бүйткен, сөйткен, сондай. Өн жағымен үкім оқып кете береді. Все, болды. Ол адам я тозаққа баратын, я жұмаққа баратын, бұлар шешеді. Айта береді саған үйінде отырып алып. 8 класстық білімі я бар, я жоқ, базарда отқан, сағыз сатып отқан қатыныңда, еркегінде кімнің тозаққа, кімнің жәннатқа баратын точно айтып береді. Өздерінше, бәрін біледі бұлар. Қысқасы табиғи ойлаудан қалды дейді. Міне осындай қысқасы табиғи ойлаудан қалды. Олар енді идеология бұрмалап, бүлдіріп ұстаған қиялдармен бір шетінен жасанды ортаның ықпалымен ғана ойланатын мүсәпірге айналды дейді. Яғни олар енді идеология бұрмалап, бүлдіріп ұстаған қиялдар. Яғни біз өзімізше жаңағыдай ойлап жүрміз, анау-мынау дейміз ғой, фактически Ақордада, ол өздеріңіз білесіздер, внутренняя политика деген болады, президент әкімшілігі деген болады, оның ішінде идеология деген бөлім болады. Сол жерде халықты үнемі аса маңызды мемлекеттік мәселелерден ойын бөліп лақтырып отыратын әртүрлі сондай ойындар шығып отырады.
кейде бір атақты адамдарға ақша беріп олармен торг жасайды дағыны, пәленше әйеліне пәленшенің бірінші әйелі өзінің күйеуіне тоқал іздеп жүр деген сияқты ақпаратты шығарып таратып жүреді. Ол Facebook, бүкіл Instagram оны бір ай, 2 ай талқылап жатқан кезде парламентте отырған лобби депутаттар ұлттың мүддесіне қарама-қайшы бір заңдарды қабылдап жүреді. Мысалға, бұл технологияны 2013, 2014, 2015 жылдары, 15-16 жылдары болу керек. Назарбаевтың кезінде халықна диктатура күшейген сайын, авторитарлы режим күшейген сайын, Назарбаев билігіне қарсылық күшейген кезінде бұны Ақорда өте тиімді пайдаланды. Ол кезде Facebook жаңадан шығып, Қазақстандағы бүкіл ботатайлақ баушарбамы үлкенің кішісін жаппай аккаунт ашып Facebookқа кіріп жатқан кезінде жаман тентек қылды қазақтарды осылай. Алаттағыны бір нездоровый заңды қабылдайын деп отқан кезде Конституцияға бір ұлттың мүддесіне қарама-қайшы бір бап енгізетін кезінде мынандай информация лақтыратын тұғын Facebookқа. Бұдан былай Қазақстан халқы секспен заниматься еткен кезінде әр сол алған төсектегі ләззатына мемлекетке налог төлесін. Қазақстан халқы тегін сексуальный кайф алып уже оборзели деген сияқты. И притом оны нормальный сайттар арқылы таратты. Енді ана Қазақстанның халқы деген қырылып қалды. Оны қалай біледі екен, біздің сонда енді қатынымызбен жатқанымыз үшін, байымызбен ойнап күлгеніміз үшін де ақша төлейме ма? Бұлардағы ақша аз болып жатыр ба? Мұнайдың ақшасы деп бір ай, 2 ай сол налог талқылап отқан кезде алына Конституцияның пәленбай бөлімін өзгертіп, пәленбай бапты адам танымастай қылып жібереді. Ең соңында сен талқылап тілің салақтап деп отырғанда ол фейк болып шығады, в общем. Так что жасанды ортаның ықпалымен ғана ойланатын мүсәпірге айналды дейді. Политтехнологтар сонша нашар сауатсыз жасаған идеяларны жұта береміз ғой шуылдап дейді. Дұрыс айтады. Бізге қазір Россияда да солай, Қазақстанда да солай. Политтехнолог көп жұмыс істеу үшін бар ғой, креативный болудың, терең ойлаудың, қайдағы жоқ құйтырқы бір бөле ойлап таудың вообще қажет жоқ. Просто сол абыройсыз тірлікке, сол имансыз тірлікке өз еркіңмен махаббатпен кірісетін ниетің болса ғана жеткілікті. Любой тупой идеяны лақтыра бер. Қазір Қазақстан халқының оны айыратын шамасы жоқ. Бір-екі сондай чутьосы мықты, политический сезімі күшті адамдар ғана ха-ха-ха, мынан қандай дурак политтехнолог ойлап тапқан, маған бұндай фокус-мокс өтпейді деп айту мүмкін бір-екеуі. Бұлай халықтың 98% оны бытырлап ұра береді. Так что, в общем, бұл топас политтехнологияның рахатын Назарбаев көрді ғой. Бір шығып, бір сөйірмей, бұл табырлайын отырыңдар. Или астында, или үстінде отырыңдар. Бәк болады. Сол кезде, в общем, хабар деген құдай, бұлардың телеарналары болған. Хабар не көрсетеді, соны бір Жебрейіл періштеден алып келген уахимдай қабылдайды ол бәрі. Әсел, сен тыныш қана тыңдап отыра бер, қайтесің? Жүрегі дүниеге байланып, материяға құл болып, болмыстары бөлшектеніп, бүкіл ғұмыр Құдайдан безінумен өтіп жатқан пенделер үшін эсхатологиялық доктриналар қанша жерден асыра сілтеген сияқты көрінсе де, киелі кітаптар бәрібір адамның ғаламдағы орны қай жер екенін апанып нұсқап тұрады дейді. В общем, бәрін айтып отқан мынандай нәрсе. Мынау раздробленность личности, адам өз іштей бөлшектен фрустрацияға ұшырап күл-талқан болып жатса да дейді. Бұларға дейді негізі, сенің орның қай жерде ең, бөлшектеніп кеттің сен енді. Әжептеуір адам едің, сорлап қалдың енді деп айтқан кезінде, адамның сорлауының, адам болмысының іштей бөлшектеп кетуінің жап-жақсы, сәтті, құтты басталған өмірінің орта жасқа келген кезде іштей ыдырау процесіне ұрынуының бірақ себебі бар. Ол не деген кезде адам ғаламдағы орнын жоғалтты деп айтады. Жауап осылай. Сол үшін де Европаның халқы мынау Құдайдан безіп,
Құдайдан безіп ғылымға синтетизм дейді. Ғылымға көзсіз табынған кезінде адамдар ғаламдағы орнын жоғалтқан. Сол кезде Макс Шеллер «Положение человека в космосе» деген 53 беттен тұратын атақты мақаласын жариялаған. Яғни адамдар уже діни кітап оқи алмай қалғаннан кейін, адамдар діни кітаптың бәрін мазақтай беретін болғаннан кейін, дінге сенетін адамның бәрін изгой қылып жібергеннен кейін, бұлар уже философиямен кіріскен. Соны айтып жатырмын жерде, сен ішің бөлшектеніп жерде уже өмірің сұралмайтын жағдайға келдің ғой дейді. Енді оны не істейміз деген кезде киелі кітаптарды оқисың ғой дейді. Сол киелі кітаптар іші бөлшектеніп кеткен, уже иманнан ажырап қалған адамға оның бәрі абсурд болып көрінеді дейді. Құранды да оқи алмайтын себебі сол. Мынау немене бәле, бір ертегі сияқты, не шайтан сөйлепті, мына немене ібілісті кеп қуып жатыр, ол ібіліске бәнжігі сәлем адамға сәжде қылмай қойды, сонда Алла тағала оны сәжде білмедім, оны алып жарып осында Құранның ішіндегі ана символикаға тұнып тұрған трансцендентті тексттердің бәріне рационалды бір қазіргі заманның фактіге негізделген бір тарихи кітабын оқып отырған сияқты подход жасайды. Сол топастарға айтып жатыр, топас ол саған қатысы жоқ деп жатыр. Бұл сенің киелі кітаптар саған абсурд болып көрінгенмен дейді, бір нәрсені ұқтырып тұрады ол саған дейді. Ол не деген кезде сенің ғаламдағы орныңды дейді. Сен бұл жер планетасының азаматы емессің. Сен бұл жерге уақытша келдің. Осы қараңғы әлемді ғайыптан келетін ізгіліктің жарық сәулесімен жарықтандырасындағыны цивилизацияға ізгілік дарытасын, мейірім дарытасын, шафағат дарытасын. Сосын шикі болмыс болып кеп түсесің бұл жерге. Сосын піскен түскен кемел адамға айналып қайтып өсіп ұшып шығып кетуің керексің. Все болды, бітті. Тема осы. Құранды соңына дейін оқып біте алмай жатырмын, қазақ тілінде оқимын дейді. Көріңіз енді, жалпы енді оны жарайды, бұл оқи берші. Так, сонымен Құдайдан безінген имансыздар үшін эсхатологиялық доктринал қанша жерден асыра сілтеген сияқты көрінсе де, яғни абсурд сияқты көрінсе де, киелі кітаптар, яғни Құран бәрібір бізге адамның ғаламдағы орны қай жер екенін апанып нұсқап тұрады дейді. Міне бізге керегі осы. Яғни біз ең бастысы сен жерге бауыр басып қалмасаң болды. Мен жерде мәңгілік жүре беремін деп ойлап қалмасаң болды. Сені аманда кетуге бұл жерден, және абыроймен бұл жерден шығып кетуге сені көндірсе, үгіттесе, көзіңді жеткізсе, және соның жолын көрсетсе саған жеткілікті. Кеттік. Киелі кітаптар ғана уахидың бізден не тілейтін және Алланың бізге нені бұйырған дәл айтып тұр дейді. Бұл тыстан таңылған ереже емес. Яғни Құран адамға тыстан таңылған ереже емес. Керісінше біздің шынайы табиғатымызға сәйкес рухани өлшем. Адамның құдіретті болмысын дұрыс ашып көрсететін, адам өзін өзі тану керек дегені қалай дейді. Ол оп-оңай түкті қиыны жоқ. Айниет, ғайрет деп оны екіге бөліп тастайды. Адамның ішіндегі айниет, ғайрет дейтіні Құдайға ұқсамайтын жағы, айниет дейтіні Құдайға ұқсайтын жағы. Сол өзіңіздің Құдайға ұқсайтын жағыңызды көтересіз да, Құдайға ұқсамайтын жағыңызды төменге қарай тепкілеп түсіріп тастайсыз. Оны қалай білесің деген кезде Құран арқылы білесің. Құранда ішінде жазылып тұрады. Алла тағала берген уәдесінен айнымайды деген. Все болды. Сенің ішіңде де біреуге сөз берсең, уәде берсең, сол уәдеңді бұзбай, бұлжытпай орындай алатын қасиет бар. Соны күшейтіп жүресің. Сөзге берік бол деген. Алла тағала жақсылықты артынан қайырым күтпей жасай береді дейді. Сен де солай жасай аласың. Алла тағала дұшпандарына әділ дейді. Сен де әділ бола аласың. Алла тағала өсек айтпайды, бос сөз айтпайды. Сен де бос сөзден, өсектен тыйылсаң, сен де өстеп уже айниет Құдайға ұқсай бастайсың. Оп-оңай заттар. Так, Сейілбек ағаймен кездесіп келген кісілер соңына мақтанасыздар, қазір жағаласпай тұра тұрыңыздар. Сонымен, Құран тыстан таңылған ереже емес, керісінше біздің шынайы табиғатымызға сәйкес рухани өлшем. Егер миымыз бен жүрегімізге мусор болып үйіліп қалған жалған образдардан аздап болсын бас тартып, жанымызды тазартсақ, бұл шындықтарды жүрегіміз айыра алады. Бұның бәрі неден басталды деген кезінде, сырттағы құбылыстардың бәрін көңілдің айнасына келіп шағылысқан кезде, сырттағы образдың бәрі анық, тұнық көріну үшін адамның жүрек айнасы
мұнтаздай болу керек. Іштегірді шығарсаң, сөйті хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі. Жүректе айна жоқ болса, сөз болмайды өңгесі. Тыңдауыш қанша көп болса, сөз ұғарлық кем кісі дейді. Сондықтан көңілдің айнасын тазалау деген бірінші очередте тұрады. Бұны Руми де қолданған, нені ол тұрады айтады. Мысалға сен дейді, бір тот басып кеткен темір тауып болсаң дейді, тот басып кеткен темірге сен қарап, түріңді айнаға қарап, шашың жөндей алмайсың ғой дейді. Ал егер сол тот басып кеткен темірді алып егей берсең, ысқылай берсең, тоқтамай ұра берсең дейді, анау тотының бәрі түсіп бір кезде дейді, жарығы шыға бастайды. Одан да тоқтамай оны ысқылай берсең, ең соңында содан 10 күн бұрын қап-қара отырған темірің дейді, аппақ болып, күмістей болып, айнадай болып жарқырап шыға келеді. Енді қарасаң, түрің көрінеді, мұртыңды аласың оған қарап отырып дейді. Дәл сол сияқты сіз бен біздің жүрегіміз шамадан тыс материализм, шамадан тыс тойшылдық, бала шағаның атағын шығарып жарысу, дүниемен біреуден озу, саяхаттау арқылы алыс шетелдерге барып, әдемі жерлерде суретке түсіп, шетелге қыдыруға, шетелге шығуға мүмкіндігі болмай қалған ауылдағы абысындардың ішін күйдіруден кайф алатын надандыққа ұрынғаннан кейін біздің жүрегімізді тот басады. Ликулли шайын сақалатын ва сақалатыл құлуби зикрулла дейді. Барлық зат тот басады, барлық зат кірлейді. Көңілдің айнасын егер сондай тот басып кетсе, оны Құдайды еске алумен тазартасың. Зікірден басқа оның емі жоқ деп айтады сосын. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламды неге айтпайсыз дейді. Не айтып отырмыз бағанадан бері енді. Хадистердің бәрін егесі сол. Міне махаббат шырыны келді. Так. Алып тұрсың берді? Бәрі үймелеп кетсін. Өшіріңдеші ананы. Так. Сонымен, жағымызды тазартсақ, тоттан, көңілдің айнасы тазарса, онда бұл шындықтарды біздің жүрегіміз айыра алады деді. Бізге қазір өлсекті, тірілсекті, тіршілік атаулының құндылығын түсінетін рухани халді табуға міндеттіміз. Біз қазір енді өлуіміз керек, тірілуіміз керек. Сіздер енді уақыттарыңыз аз қалды, жалпы. Бұдан артық енді нумерологияны қызықтап жүре алмайсыз. Бұдан артық аффирмацияны қызықтап жүре алмайсыз. Бұдан артық шетелді саяхаттап, жағдай абысындарының, ауылда кластастарының ішін күйдірем деп, онымен айналыса алмайсыз. Бұдан артық сюцаймен айналыса алмайсыз. Болмаса жандай өтірік бизнесмендердің, кәсіпкерлердің семинарына барып алып, 1 грамм қаржылық сауатың болмаса да, Құран шейін, мен миллионермін деп айқайласаңдар, миллионер болып кетесіңдер, мен миллионермін деп қолыңды көтеріп тұратын да уақытың қалған жоқ. Әрбір минут, әрбір сағат, әрбір күн есепте. Так. Сонымен, бізге дәл қазір істейтін нәрсе не? Дұрыс айтады сандуғаш. Бұдан былай сүйітса, итбай, күшікбай, мышықбай, тышқанбайлардың бәрін енді құрту керек. Так, бізге қазір өлсек те, тірілсек те, тіршілік атаулының құндылығын түсінетін рухани халді табуға міндеттіміз. Адам болып туылудың мәні не деген сұрақ күн тәртібінен түспеу керек. Ақиқатты дәл өлшейтін рухани өлшем болмаса, бәрі бекер. В общем, бізге мынауың сен далбаса, мынау дұрыс. Мына бағыттағы жүрейік деп отыратын бізге өлшем керек. Дін ғылымы айтатын, о дүние, қабір азабы, барзақтағы күтіс, ақиретте топырақтан қайта тұру деген сияқты ілімдерге адамның қандай реакция танытқанына қарап, оның шамасын байқауға болады. Яғни біз кез келген жерде отырып, егер
осындай өлгеннен кейін жауап бересің, барзақта жатады, қабір азабы болады деген заттарды айтсақ, егер өзін өте білімді санайтын, өзін интеллектуалмын деп есептейтін, өзін Европа көрген, Америка көрген, тіпті сол жақтан PhD орап келген адамдар, біз өлгеннен кейін өмірге дайындалуымыз керек. Мысалға Шәкәрімнің өлеңін оқысам мен, анық байлық жүрекке біткен өнер, білімдінің бәрі де соған төнер, арам жейін бақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер деп, көрдің ба, алдымызда бір күн бар есеп берер. Несін сүй, несін сүйме, ер көзіңде, нәпсіңде, ақылыңда, түр көзіңде сынау үшін жаратқан бір ең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезіңде десем, егер мені мысқылдап күлетін болса, сол үшін, вот, дурак, вроде оқыған адам, өлгеннен кейін өмір бар, еще сұраққа алады деген тупизмге, діннің қойып қойған топас принциптеріне мына адам сенеді деп күлетін болса, соған қарап оның өзінің шаруасын бітіп отқанын біле бересің дейді. Әйтпесе есі дұрыс ақылды адам мына өмірдің сұрауы болады, ішкен жегеннің, көрген қызықтың ертең бәрін есебін бересің деген нәрсеге дайындалады. Әрбір сөзіңе жауап бересің деген принципті қабылдап, бұл өмірде асқан жауапкершілікпен максимально өсек өтірікті былай қойғанда, өсек өтірікке жатпайтын, мәнсіз мағынасыз бос сөз, бос әңгіменің өзін өте асқан байқампаздықпен сөйлеуге тура келеді. Так. Адам болмысында абсолютке жете алатын бір күш бар. Адамның бойында абсолютті ақиқатты айыра алатын, соған жете алатын күш қуат бар. Оны рух деп атайды. وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Адамға рух үрленгеннен кейін бар فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Енді оған сәжде қылыңдар. Себебі бұл енді алдыңғы мәнсіз, мағынасыз, салмағы беделі жоқ, құр биологиялық тіршілік иесі емес, адам деген балшықтан жаратылған. Бұның ішіне وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Оған Құдай өзінің затынан рух үрледі. Енді бұл рухани болмысқа айналып кетті. Сондықтан да бұған فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, бәрі оған сәждеге құлады. Илля иблисе әбә, тек қана іблис, сайтан ғана қаққан қазықтай тұрып қалды. Так, міне осы рух мәселесі басталды енді дейді. Оның өзі рухани тұғырына қонған. Так. Сол күштің, рухтың шарапатынан, қатесін жөндеп жіберейін. Так, сол рухтың шарапатынан өзі де абсолюттене алады. Адамның әулиеге айналуы. Яғни әулие Құдай емес, әулие Құдай емес, Құдайдан бұлай емеске келді жаңа. Яғни адамды басқа тіршілік иелерімен салыстыруға әсте болмайды. Оның өзі рухани тұғырына қонғанда ең ұлық тірі жан мәртебесін қайтарып алады. Осы арада адам болуды жай ғана табиғи нәрсе деп, немесе адам болу мүмкіндігін өзінен түсінікті нәрсе деп санап, адамның тұтас табиғаты мен болмысына тұтас қатыспай-ақ, оған берілген ережелерге мүлдем ісі болмай-ақ, мен де адаммын деп, адамдық құқығына таласатын пенделердің қаншалықты адасқанын анықтауға болады. Не деген ұзақ сөйлем мынау. Қайталап көрейік. Так. Осы арада адам болуды жай ғана табиғи нәрсе деп. Адам болу жай ғана биологиялық процесс. Оны бір Құдаймен байланыстырып, Жибрилмен байланыстырып, оны бір жаңағыдай адам атамен жаңағыдай періштенің арасындағы бір интеллектуальный бір битвамен салыстырып қажет жоқ оны. Бұл просто биология всего лишь. Так.
немесе адам болу мүмкіндігін өзіне түсінікті нәрсе. Жай не қылмашы, ми жеп қойдыңдар. Так. Адамның тұтас табиғаты мен болмысына тұтас қатыспай-ақ, адамды тұтас кемел адам кейпіне келтіре алатындай, адамның бүкіл абыройын асқақтатып тұратын қасиеттерді бойға сіңірмей-ақ. Так. Оған берілген ережелермен мүлде ісі болмай-ақ, мен де адаммын деп адамдық құқығына таласатын пенделердің қаншалықты адасқанын анықтауға болады дейді. Қалай ол дейді? Сендер адамға қаншама нелер жазып берген. Адам болу үшін сен қарапайым нәрсе. Мынау итар бар ғой, Аверон баланы, мынау енді адам болмайды, бұл малдың деңгейінде қалды. Сен енді интернеттен шығарамыз дейді ғой. Сол кезде нені есепке алады деген кезде айтады ғой. Мынау адам болуға права жоқ, анау адамдыққа қатыса алмайды деп. Неге десе, адам, мен де адаммын, менің де құрметті орным бар деп айту үшін дейді, өзінен басқа адамға қиянат жасалған кезде, басқа біреуге әділетсіздік жасалғанын көріп тұрған кезде, оған міндетті түрде болысу керек. Егер басқа адамға қиянат жасалған кезде, басқа адамға әділетсіздік жасалған кезде, моя хата с краю, я ничего не знаю, ертең басым бәле қалатын жағдайым жоқ деп артқа шегінетін болса, онда ол адаммын деп претендовать ете алмайды дейді. Екіншісі, біреудің қуанышын бөлісу. Мысалға, мынадай деп алайық, бұл жердегі түсіндіру үшін. Мысалға, педсоветте жиналыс болады. Ерекше белсенді, ерекше дарынды, креативный, жаңашылдығымен көзге түскен жас мұғалімді, или орта жастағы мұғалімді Гараноға или Абланоға пара беріп жұмысқа тұрған директор жақтырмайды. Олар бәрінде бір страх бар. Орнымды алып қойса қайтеді деген. Мен аман есен пенсияға директор болып, абыроймен шығып кеткенге дейін бұл жерде ешқандай реформаның қажеті жоқ. Осы статус-кво тұрады, сақталып дейді. Енді біреу келеді тағыны, қойыңдар шықым. Кенжетай бергел. Кетші астына. Бәле қаншықна біреу. Енді ол директор не істейді? Жағы директор не істейді? Креативный мышлениясы мықты, жаңашыл, балдарға жаңа бірдеңені енгізгісі келетін мұғалімді тапит етеді. Отырса опақ, тұрса сопақ қылады. Ал коллективте 70 пен 110-ның арасында мұғалім бар. Енді оны әділетсіз тапит етіп отқан кезінде, ана жерде отырған басқа мұғалімдер, егер мен де адаммын, мен нап санаспайсыңдар деп айтатын праваға таласқысы келсе дейді, әділетсіз директордан әділетсіз таяқ жеп жатқан, директордан әділетсіз сөгіс алып жатқан талантты мұғалімге болысу керек дейді. Егер өзімді зорға тұрмын, осы жұмысты әрең таптым, өзім кредиттерім бар, қазір мен директорға қарсы шығатын болсам, мені де қосақтап қойып жұмыстан шығарып жіберу мүмкін деп, сол жұмысын ойлап қана ол артқа қарай шегінетін болса, айтады, жоқ, сен адам емессің, енді сен претендовать ете алмайсың дейді. Қалай ол сен дейді? Адам болу праваларын, сен адам болам деген праваларға претендовать етесің өзің дейді. Адам болу қатыспайсың дейді тұтас. Екіншісі, қызға айтып берейін сіздерге, қазір папалса боласыңдар бәрін, ойбай. Сіздер мен біздер бәріміз мынау айтқандай, мен де адаммын, мен де санасыңдар деп айтып жатыр деп отыр ғой. Бірақ адам тұтас адам болу принциптеріне тұтас қатыспайды дейді. Екіншісі не? Екіншісі адам, мынау толық адам мынау деп айту үшін, ол адам жаңағы біріншісі қиянат, әділетсіз қиянат көрген адамға болысу. Екінші бөтен бір адамның басындағы қуанышты, шаттықты бөлісу. Енді мен айтайын сендерге. Мысалға, мектепте
бір мұғалім жыл мұғалім атанады. Оны коллегалары құттықтау керек. Бәрі өздерінің Facebook парақшаларында, Instagram парақшаларында бүгін біздің мектепте жұмыс істейтін пәленше апай жыл мұғалімі атанды, осындай жыл мұғалімі атанған пәленше сияқты ұлық ұстазбен бір коллективте істегенмен мақтанамын деп пост жазу керек негізі коллектив. Бірақ ары кетсе оның жан подручкасы бір адам, екі адам ғана құттықтап жазуы мүмкін. Facebook, Instagram парақшасында статустарына қою мүмкін. Қалған коллективтегі 120 мұғалімнің 117-сі или 118-і как будто мектепте ондай жаңалық болмаған сияқты, ешкім атақ алмаған сияқты, ешкім марапатқа ілінбеген сияқтысын танытады. Бұл әулеттерде де болады. Сіздердің өздеріңіз әсіресе мына жерде отырған әйел жолдастардың талайы әулеттің WhatsApp чатынан шығып кетеді. Не үшін? Себебі бәрі балдарының олимпиадаға барып жеңген грамоталарын сала бастайды. Сол кезде бақталас кісілер өзінің статусына тек өзінің баласының грамоталарын қойып қояды. Тек соның баласы ғана олимпиадаға барып, тек соның баласы ғана олимпиадада грамота алып келіп жүрген сияқты болады. Сосын айтады, мақта біздің бала жапырып келіп отыр, қойса енді статусыңа, парақшаңа бір ауыз. Көрдің ба? Ол мына адам деген мәртебені иелену үшін іштарлығын жеңіп, сол абысындарының, болмаса коллегаларының, сол болмаса мектептегі жеңіп келген баланың жеңісін жариялау керек. Енді сіздер алысқа бармай-ақ, неде отырған красавицалар, дәл қазір осы эфир біткеннен кейін парақшаларыңызға кіріп көріңіздерші. Парақшаларыңызда қанша адамның осындай айналаңыздағы коллегаларыңыздың, тамыр-таныстарыңыздың, туыстарыңыздың, бала-шағаларының қуанышын бөлісіп пост жаздыңыздар. Таппайсыздар, таппайсыздар. Мен қаншама әйелдердің, қаншама қыз-келіншектердің парақшасын кәдімгідеп көресің ғой. Тек мынандай ғой мына. Парижде Дубайға келіп қалдық. Босфор бұғазындамыз. Вьетнамға келем деп кім ойлаған? Норвегияны да көрдік. Ойпырмай. Сендердің айналаларыңда ешкім чемпион болмай ма? Сендердің айналаларыңда ешкім концерт қоймай ма? Сендердің айналаларыңда ешкім марапатқа ілікпей ма? Сендердің әулеттеріңде абысындарының бала-шағалары еш жерден жеңіп келмей ма? Өлә. Сендердің парақшаларыңа кіріп көрсек, тек қана әлемді өздерің ғана тіреп тұрған сияқтысыңдар ғой. Болды, сенен басқа әлем жоқ. Ол суреттердің парақшасында тұрған 90% ана тойға барған кезінде енді жақсы әдемі көйлегін киіп барады ғой, кірпік жалғап. Енді оны қайта әдемі киініп бара алмайды ғой. Сол тойға барғандағы моментті пайдаланады, ана жерде түсе береді, телефон толтырып алады, соны шетіне сыздықтатып жеріп отырады соны. Даже қайғыға көңіл айтпайтындар бар дейді. Ой, оны қоя тұр, соны жақтан шығамай атыр. Ой, сен де бір. Қазір эфир біткеннен кейін мен жердегі адамдардың бәрін парақшасына кіріп, қазір көрем. Тексерем бәрін. Мына Ағмира отыр, Нұргүл Базаралы отыр, Назым Ахмет отыр. Қазір бәріңді эфир біте салысымен бәрін парақшаларына кіріп көріп, бәрін скрин жасаймын.
мен үлгермей қалсын деп бірден эфир біте салсын абсындарының жаңағыдай бір чемпион болған балдардың суретін жабысып тастамаңдар, мен көремін ғой неше минут бұрын жариялағандарыңды. Ойфырмай, алла, мынау швейцар соны айтып отырған ғалым. Адамның тұтас табиғаты мен болмысына тұтас қатыспай-ақ дейді. Оған берілген ережелермен мүлде ісі болмай-ақ, мен де адаммын деп көкірегін ұратын адамдардың дейді. Инстаграм парақшасында дейді, өзінің дейді, тойда түскен, қойда түскен, Парижде түскен, Дубайда түскен суреттерін қоятын пенделердің қаншалықты лаққанын түсінуге болады дейді. Подтекст осылай. Сен болыспа әйелдеріңе. Қарасан ану, сендер сөйде. Тиіш. Так, мақұл боп, салсаңда сала беріңдер. Әйелім айтады, сала берсін ең бар дейді. Бопты мақұл. Бопты, ұялмасаңдар сала беріңдер. Так, сонымен. Бірақ бұл құбылысты да рационал түсіндіруге болады дейді. Қанша жерден парадокс болса да, есіліп тұр бәрім жерге. Бопта. Так, сонымен. Демек, мен де адаммын деп мәлімдеу үшін ол алдымен сол құқығы үшін белгілі бір ереже мен қағидалар сақтауға мәжбүр. Адам болмысының тұтастығы үшін күресуге міндетті дейді. Так, нерде әйелдер рахаттанып қалу қайттан. Біздікі дұрыс екен. Бопты, баса беріңдерші, маған дейсіңдер. Жігіттер, біргеміз, в общем. Уоррен Баффет бүгін пенсияға шығып, соны салып қойдым мен дейді. Слава Богу. Так. Мыңдаған жылдар бойы адамзаттың интеллектуалдық өмірін анықтап беріп келген данышпандар мен ойшылдар пайғамбар бұл тізімге қоспағанның өзінде дейді. Ешқашан белсенді әрекетке өзін бір жолы арнамаған дейді. Одан да анығырақ айтсақ, олардың қоғамдағы ағартушылық үлесі қара жұмыспен есептелмейтін дейді. Так. Данышпандардың, философтардың, пайғамбарлардың еңбегі бағаланған кезде қара жұмыспен есептелмейді. Олар практикалық нәтиже беретін жобалардың авторы емес дейді. Молодец, бөріктің намысы бір деген Асқат, Аңсат. Так, Асылхан, давай. Мен қолдаңдар. Так. Сонымен олар практикалық нәтиже беретін жобалардың авторы емес дейді. Сондықтан оймен жұмыс істейтін адамдарды қара жұмысқа жеуге болмайды деп отыр. Себебі ойланудың өзі ең ірі әрекет саналады дейді. Мына сіздер естеріңізде болса, Ақгүл, мен сол еркектерді айтып отырмын дейді, сендерге қатысы жоқ. Сіздер ойланушы деген кітапты көрсеңіздер, соның ішінде жоқ, өркениетті адам деген ішінде бар ғой. Түркістанға барып келатқан кезде, брат, кім болып істейсің дейтін. Сол кезде ұзақ ойланып қалғанда, ачо айтқың келмей отыр ма не десе, жоқ, бір түсіндіру қиын десе, несі қиын десе, қалай түсіндірем саған, кім болып істейсің енді айтсай десе, ойланушымын десе, қалай сонда ойланушы деген кәсіп бар ма? Иә, бар десе, айлық төлей ма? Төлейді, қанша? 800 мың теңге дейтін бар ғой. Рахат қой, құр ойланғаның үшін төлемей, ойланғаным үшін ақша төлейді дейтін. Соны оқымасаңыздар болады. Ойланушыда қайсында бар. Өте қызық сол. Таксидің ішінде болған. Ол бірақ болған оқиға, ол әзіл емес. Просто мен сәл құтыртып жазған ғой енді. Так, сонымен Ками мен Сартр екен ол, Сартр. Ками мен Сартр бастаған
экзистенциалистер интеллект пен ойсыз әрекетті теңестіріп тастады дейді. Яғни интеллектуал адамдар несімен интеллектуал деп есептейміз деген кезде бұлар айтты. Интеллектуал адамдар трансцендентный мирдағы, трансцендентті әлемдегі құндылықтардың жөн жосығын түсіндіріп бара алатын болу керек. Қабір азабы деген не, барзақ деген не, ахирет деген не, еркіндік деген не, махаббат деген не, Құдайдың дидары деген не, Алла разылығы деген не, соларды бізге түсіндіріп бере алатын болуың керексің деді. Егер соны түсіндіре алса, онда сен интеллектуал деп есептейміз деді. Себебі интеллект сол үшін берілген деді. Абылар алттағыны ойсыз әрекетті теңестіріп тастады. Енді ол трансцендентный мирдағы құпия тылсым темаларды қозғай берудің қажеті жоқ. Олардың ақиқатын айырмасақ та, оларды түсінбесек те, бас салып жұмыс істей берсек, соның өзі уже норма деп есептеді. Бұлар айтады, қалай сен басың істей ма? Адамдағы интенциональность қайда кетті? Адам бір нақты бір игілікті іске, ұлы маңызды бір іске, идеяға ниет етіп, өмірін соған бағыттау арқылы адамның адамдығы анықталмай ма? Деді. Бұлар айтты, жоқ. Бунт деді. Сизифті наказать етті, Камю айтып отыр. Тасты домалатып жібереді, иттің жаңағы анау итшелеп жүріп қайып шығарады, тасты қайып түсіріп жібереді, ол қайып шығарады. Вот міне мәнсіз мағынасыз болса да Сизиф ешқашан берілмейді. Сондықтан бұл өмірде мән жоқ деп түңілмеңдер. Бәрі жұмыс істей беріңдер деп айтып отырған. Соны күліп жатыр да енді сенің Сизифің бар болсын деп. Сизиф тасты тауға қарай не үшін өрмелетіп жатқанын білмейтін болса, атасының басын өрмелетіп жатыр. Вот настоящее наказание дейді. Не үшін шығарып жүрген білмейді анау дейді. Құдаймен қарым-қатынасы үзілген пенделерде тіршіліктің қадірін жылын жүйкесімен сезіп тұратын қасиеті жоғалды дейді. Құдаймен қарым-қатынасы үзілген пенделерде тіршіліктің қадірін жылын жүйкесімен сезіп тұратын қасиеті жоғалды. Айналасында болып жатқан тіршілік нышандары оған ешқандай да ой салмайды. Бұны енді айтып отқаны Камюдің өзі де тіршілікке өте жеңіл қараған. Сосын бұның досы екеуі Париждің шетінде бір жерде келе жатқан кезде машинамен аударып бір ағашқа соғылып өледі ғой. Соны жаңағыдай тіршілігіне жеңіл қарады. Біреулер суицид деп айтады, біреулер жоқ, бұл чистейший авария деп айтады. Ну, қалай болса да тіршілікке өте жеңіл қарау, сақтанбау, өзінің өмірін барынша күтіп ұстау деген нәрсеге жүрдім бардым қарау. Айналасында болып жатқан тіршілік нышандары оған ешқандай да ой салмайды. Негізі адам терең ойланатын болған кезінде шынымен де әрбір тіршілік нышан, тіршілік иесін көрген кезінде таң қалып, осы қыбырлау, жыбырлау әрекеттің түбі қайықтан басталды, түбі неден тұр, қалай ондай бейорганикалық заттар бұндай органикалық затқа айналып, олар қимыл қозғалысқа түсе бастады. Егер онтологиялық тұрғыда осының барлық жәндік атаулы, жануар атаулы, құс атаулы бәрін, соның бәрін жыбырлатып тоқтаусыз қозғалтып тұрған түпкі мотор, түпкі двигательдің өзі қандай болады деген ойға дейін барады. Яғни ваджиб вуджудта. Табиғаттың таңғажайып тірі құбылыстары оған жай ғана өзінен өзі өтіп жатқан нәрседей көрінеді дейді. Міне енді ол уже құстан да ләззат алмайды, жыланнан да ләззат алмайды, көбелектен де ләззат алмайды, ештеңеден ләззат алмайды. Елдің бәрі өмірінде кереметті мұғжизаны, ғажайыпты көргісі кеп ынтығып жүреді дейді. Қызығы. Елдің бәрі өмірінде кереметті мұғжизаны, ғажайыпты көргісі кеп ынтығып жүреді. Адамдар чудо қалайды. Қазірде жүр ғой, ғажайыпқа сенесіз ба, ғажайыпқа сенбейсіз ба деген сияқты. Сондай сверхъестественный нәрселерді көргісі кеп жүреді дейді. Осы ауруынан тыйыла алмайды дейді. Шындығында мұғжиза деген әу бастағы бар болу деген ең ұлы кереметтің осы әлемдегі ұшқындары емес пе дейді. Мұғжиза деген не деген кезде? Мұғжиза деген осы қап-қараңғы әлемге, түк жоқ жерге сенің бар болу деген ұлы керемет. Просто сенің осы дүниеге бар болып келуің, кез келген нәрсенің бар болып
зебраның жүруі, ешектің жүруі, қара қоңыздың жүруі, кесірткенің жүруі, тараканның жүруі, солардың бәрінің бар болып көрініп, қыбыр жыбыр әрқайсының өзінің бір ит тіршілігін күзетіп, тұқым шашып, әр жерге ұя салып жүргеннің өзі дейді. Осы ұлы кереметтің осы әлемдегі ұшқындары искрасы емес пе дейді. Сенің тірі болып, осы дүниеде тіршілік кешіп жүруінің өзі ғажайыптың нағыз өзі ғой дейді. Сенің тірі болып, осы дүниеде тіршілік кешіп жүруінің өзі ғажайыптың нағыз өзі. Және бұл керемет барлық жерде айналаңда сыңсып тұр. Тірі адамды көрдің бе, қыбырлаған, жыбырлаған, болды, уже мынаның бәрі мұғжиза. Қалай қаншама адам көбейіп, қаншама жерден бұл жан иесі, қаншама субъект, қаншама көзқарас, қаншама психология, қаяқтан шығып жатыр мынаның бәрі. Неше қатып қалды ма, қатып қалған жоқ па? Жазыңдаршы. Және бұл керемет барлық жерде айналаңда сыңсып тұр. Сонда не нәрсе кем, не нәрсе жоқ мұнда. Осы мұғжизаның бәрін көр алатын көңіл көзі, ой көзі ғана жоқ. Дүние қоңыздық көңіл көзін қоқысқа толтырып жіберді дейді. Біз уже шынымен де шамадан тыс дүние қоңыздықпен ауырғаннан кейін роскош, бренд, качество, iPhone 17, ақыр түбіңе жетті сол дейді. Дүние қоңыздық көңіл көзін қоқысқа толтырып жіберді. Түптеп келгенде бұл ғаламда үш-ақ мұғжиза бар дейді. Түптеп келгенде бұл ғаламда үш-ақ мұғжиза бар. Яғни чудо, сверхъестественный, біз таң қалуға тиісті үш-ақ нәрсе бар дейді. Олар: біріншісі, дүниенің барлығы, аспандағы айдың, жұлдыздың, күннің, бүкіл тау тас, орман тоғай әлемді толтырып тұрған осы әлемнің бар болып осындай картина әлемнің аттракционның тұруының өзі мұғжиза. Қалай ол осындай тәртіппен, осындай таңғажайып тіршілік бар. Екіншісі тіршілік, existence. Біреуі тау тас, орман десең картина болып тұрған. Екіншісі тіршілік, яғни инфузория туфелкидан бастап, құрттың неше түрінен, личинканың неше түрінен, сона, маса, шыбын бәрінің қыбырлап, жыбырлап жүруінің өзі екінші мұғжиза. Бірінші дүниенің бар болып тұруы, екінші оның ішінде қыбыр жыбырдың көрінуі. Үшіншісі интеллект дейді. Интеллект несімен мұғжиза болып тұр? Интеллект осы жердегі бас көзіне көрініп тұрған қыбырлаған, жыбырлаған тіршілік иелеріменен бас көзіне көрініп тұрған объектілердің арғы жағында, тылсымда, астарында тығылып жатқан Құдайдың хикметтерін сезіп қоятын адамның бойындағы бір қару. Абайша айтсақ, кеше балан келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа. Алланың хикметін сез. Осы хикмет деген нәрсені мудрость дейміз ба, кемеңгерлік дейміз ба, данышпандық дейміз ба, не дейміз бұны? Осы нәрсені көріп, біліп, барлық жаратылған ғаламдағы көзге көрініп тұрған заттардың ішінен хикметті суырып алатын адамның болмысындағы қаруды интеллект деп айтады. Бұның алдында, егер сіздер қатысқан болсаңыздар, ол айтты. Яғни адам Құдайды терістеген кезде, ақиретті терістеген кезде, пайғамбарлар терістеген кезде, киелі мәтіндер терістеген кезде, трансцендентті бүкіл құндылықтар терістеген кезде, соларды тануға, зерттеуге арналған интеллектіні автоматты түрде сойып жібереді деді. Яғни өлтіріп тастайды деді. Сондықтан да өлгеннен кейінгі өмірдің құпиясын шеше алмайтын адамдарды, не болмаса оны вообще бессмысленно, абсурд деп есептейтін адамдарды интеллектуал деп айтуға келіспейді.
егер сен настоящий интеллект болатын болсаң, ана сырларды шеш дейді. Жауап бер бізге дейді. Так. Интеллект дегеннің өзі, ақыл дегеннің өзі Алладан бөлініп шыққасын түзу сызықтың бойымен тура кетпейді. Тыңдаңдар. Интеллект дегеннің өзі Алладан бөлініп шыққасын түзу сызықтың бойымен былай тура кетпейді. Яғни басқа бір жаққа, Алладан бөлек басқа бір жаққа лағып кетіп қалмайды ол дейді. Ол сақина сияқты шеңбер жасап шыққан нүктесіне қайта оралады. Ақыл былай кетпейді, ол былай кетеді дейді. Яғни қай нүктеден шықты, сол шыққан нүктесіне қайта айналып келеді. Так, Әлия айтып жатыр. Мен қазір ешкімге аңыз қисса айтпаймын, өз отбасыма ғана. Сонда да сол үшін көп сөз естідім. Жалпы қисса оқитын адамдарды еріккендер қуатты дейді, қиын негізі. Бала шағаңызды қиссамен тәрбиелеп, былай парақшаңызға, статусыңа салып отыра беріңіз. Кейін олардың әдепсіз балдары балшыққа батқан кезде төрт аяқтап сізге келіп ақыл сұрайтын болады. Әлия, сен қалай мына қара балшықтан шығып кеттің, қалай сен кемеңгерлікке жеттің, даналықты қайықтан қолға түсірдің деп сол кезде сөйлейсің. Қазір сен сөйлейтін кезің келген жоқ. Сәл күту керек сабырмен. Сонымен интеллект Құдайдың болмысынан бөлініп шыққаннан кейін сақина сияқты шеңбер жасап шыққан нүктесіне қайтып келеді дейді. Демек адам ақылы міндетті болмыстан, necessary being, ваджибул уджудтан, міндетті болмыстан ешқашан бөлінген емес. Бұдан кейін де бөліне алмайды. Яғни интеллект өзінше Құдай жоқ басқа бір жер тауып алып, басқа бір Құдайдың вообще жете алмайтын, Құдайдың қатысы жоқ бір кеңістікке өтіп кетіп, өзімен өзі сол жақта бірдеңе істеп жүре алмайды ол дейді. Шыққан жеріне қайтып кіре береді дейді. Так, модерн жұрт әр дәуірдегі цивилизацияларды салыстырып, қайсында игілік пен ізгілік басым еді деп бас қатып жатады дейді. Әр түрлі цивилизацияларды салыстырып жүреді ғой жандай. Жақсы мен жаманды табумен шаруа бітпесе керек. Ондай кезде ұстанатын тарапты аса маңызды ізгілік қай тарапта жатыр, ал зұлымдық қай жағында аз деген сұрақтармен анықтайды дейді. Көрдіңіздер ме, әртүрлі цивилизациялар таңдап, андай қоғам құрамыз ба, мындай қоғам құрамыз ба, ана жерде ізгілік аз ба, мына жерде көп па деп бас қатырып жатады ғой дейді. Сол кезде өлшемге нені аламыз білесіңдер ме дейді. Аса маңызды деген сөзді қолданды бұл. Аса маңызды ізгілік қай тарапта жатыр? Ең высший, ultimate meaning, сверхсмысл қай жақта жатыр? Ал зұлымдық қай жағында аз? Осы сұрақтармен анықтайды. Егер біреу ізгілік дін ұстанбаған қауымда да бола береді десе дұрыс айтады. Қазір атеистер сөйтіп айтады. Кім айтты саған тек қана дінге сенетін адам ізгілік таратады деп? Жетеді мынадан атеистер ізгілік тарататын деп. Сөйтіп дәлелдерін келтіре бастайды ол бізге. Дұрыс айтады дейді. Дұрыс айтады. Яғни ізгілік дін ұстанбаған қауымда да бола береді десе дұрыс айтады. Бірақ біз ізгіліктің ең ұлысын таңдауға міндеттіміз дейді. Ең мәртебелі ізгілікті бізге киелі жазбаларға сүйенген дәстүршілік қауым ғана ұсынады дейді. Бұл жерде традиционализм деп бұлар дәстүршілік қауым деген сіздер тұрмыстық деңгейдегі дәстүрді ойлап қалмаңыздар, мына жет шелпек пісіретін, беташар жасайтын, жаңағыдай тұсау көсетін. Бұлар адамдық борышты саналы түрде арқалауды үйрететін ілім иелерін айтып жатыр. Яғни сен босқа өзің лағып қалауынша өмір сүре алмайсың. Мына сенің өміріңнің егесі бар. Ертең тіршілікті саған бердім, дүниенің ішіне салдым, интеллектіні бердім. Енді осыдан қандай хикмет таптың деп сұрайды ертең сенен біреу. Сондықтан күшіңді, қуатыңды, уақытыңды, жастық шағыңды далаға шашпай, төкпей, мусордың бәрін жинап алмай, өсек аяғының бәрін бойыңа сіңіріп алмай, ана жаққа хикметпен кет деп айтатын ілім мектебі қалыптасқан қоғамды, дәстүрлі қоғамды бұл соны айтып отыр. Так, ең мәртебелі ізгілікті бізге киелі жазбаларға сүйенген дәстүршілік қауым ғана ұсынады. Дәстүршілік тарапта да зұлымдық бар десе,
қой, дәстүр ұстанатындарда да зұлымдық бар, білеміз ғой деп біреу бізге қарсы аргумент айтса, оған бүй деп қана жауап береміз. Оған дау жоқ. Бірақ біз барынша зұлымдығы аз жаққа ойысуға міндеттіміз. Иә, дұрыс. Ол дәстүршіл тарапта нағыз зұлымдық болмайды. О жақта да кездеседі. О жақта да адамдар бір-бірін өлтіріп қоюы мүмкін. О жақта да қиянат болады. Оған дау жоқ. Бірақ біз барынша зұлымдығы аз жаққа ойысуға міндеттіміз. Дінге берік дәстүрлі қоғамда да зорлық, зомбылық бола береді дейді. Аз, маз, пайдасы, пайдалы да тұсы бар екен деп, зұлымдық тарапын таңдап, аз, маз, кесірі бар екен деп, ізгілік тарапынан бір жола безінуге әсте болмайды дейді. Қайталап оқимыз. Дінге берік